Сәлем достар, Саяның қызықтар каналы қош келдіңіз. Менің Саяның қызықтар каналы қош келдіңіз. Сіздер менің Саяның каналымды көріп тұрсыңдар. Ал мен достар, сендерге даладан ережелерін айтамын. Біріншісінде далаға шыққанда танымайтын адам саған келеді. Кел, мен саған әдемі мысықты көрсетемін дейді. Сен соған бармау керек достар. Ол танымайтын адам. Достар, оған баруға болмайды. Бұл сіз танысаңыз танысаңыз болады. Ал оны танымасаң болмайды. Далада үйдегі болған папаны айтса баруға болады. Ал даладағы бір танымайтын адамға баруға болмайды. Ол сені ұрлап кетеді. Біріншісін айтамын, екіншісін айтайын. Далада ойнап жүргенде ұрлықшы келеді да, сен қасында әңгіме айтып отырады. Сол кезде ұрлықшы келеді, кел, мен саған кәмпит беремін дейді. Сен оған бармау керексің, ол сені ұрлап кетеді. Түсіндіңіздер ме? Ал үшіншісінде далада шырпы, пышақ тауып алса, оны алмаңыздар, өте зиян. Сіз өзіңізді қолыңызды кесе аласың. Шырпыны жаққанда дала өртеніп, табиғат өртеніп кетеді. Даламыздың өртеніп, дала от болып тұрады. Үйімізді өртеніп кетеді. Достар, олай істемеңіздер. Олай болмайды. Достар, енді сен далада жүргенде тағы бір темір тауып алуың мүмкін. Темірді алуға болмайды. Темірді алғанда сен өзің жүріп бара жатқан қолына түсіп қалуы мүмкін. Сосын аяғына тиюі мүмкін, үстіне тиюі мүмкін. Бұлай ұстап тұрғанда осылай аяғына түсіп қалу, солай түсуі мүмкін. Достар, ондай темірлерді алмаңыздар. Түсіндіңіздер ме? Осы ережелерді басына мойнына салып, соны жаттап жүріңіздер. Достар, менің каналыма подписка, лайк істеп қойыңыздар. Достар, менің кнопкаға жеткім келеді. Сол үшін сіздер маған подписка істеп, лайк істеп қойыңыздар. Қоңыршауға болады. Достар, енді нешесіне келдік? 4-шісіне келдік, достар. Неқта бір кәмпит тұрады ғой, жіпке байлап қойып, сен соны алайын деп жатсың, жіппен қайтып біреу тартып жібереді, соны қайта алып жатқанда сол сен жіптің қасына тұрса, бидай танымайтын адам келеді, сені ұрлап кетеді. Олай болмайды. Ана кәмпитті алуға болмайды. Алмаңыздар. Сені танымайтын адам алады да, сені өзінің бір пакетке салып алады. Олай болмайды. Сіз сосын ананан сұрамай далаға шығуға болмайды. Сені қазір танымайтын адам сені алып қашып алып кетеді. Түсіңіздер ме? Үйде отырғанда есікті біреу қағады. Сол кезде мен сенің мамамын дейді. Сол кезде сіз оны ашпаңыздар. Оны ашса танымайтын адам келеді, сені ұрлап кетеді. Біріншісінде көретін бар бес несі, соған үстінде соған қарайшы, танымайсыз ба, оған ашпайсыз. Өстіп өтірік айтасыз. Мамам сырттан құлтап кетті дейсіз. Сол кезде түсінеді. Сосын ол кетіп қалады да, басқа өзіміздің көршіміздерге барады. Достар, енді соны түсіндіңіздер ме? Ал достар, сау болыңыздар. Маған подписка, лайк істеп қойыңыздар. Сау болыңыздар.